Қайырлы кеш достар, сіздерге ағза тазалау өнімі қалай дұрыс пайдалану керек, соны қазір сіздерге айтып түсіндіремін. Ең бірінші таңда тұрғанда 5 пен 7-нің аралығында тұрамыз. Тұрған кезде осындай 1 чайник ыстық суды ішіп аламыз. 1 литр суды 5 стакан суға бөліп, ұрттап ішіп аламыз. Одан кейін біз қан тазалайтын өнімнен, осындай өнімнен біреуін алып тілдің астына қоямыз. Тілдің астына қойғанда өзі аузда тұрып өзі еріп кетеді. 10 минут өткеннен кейін берунканды аламыз. Берункан бұл бауырдың өнімі және сүйектегі суықты шығарады, уытты шығарады ағзадағы. Осыны алып 4-еуін ауызға салып сорамыз. Сорып, немесе 2-2-ден бөлсеңіздер де болады. Олай іше алмасаңыз, таңертең осы 2-еуін, кешке 2-2-еуін ішсеңіз болады. 10 минут өткеннен кейін, жарты сағат өткеннен кейін тағы су ішіп жіберсеңіздер болады. Завтракке дейін 1 стакан. Сол кезде мына коллагенді аламыз. Коллагенді ыстық 1 стакан суға езіп, біреуін ішеміз, ертіп. Болғаннан кейін 10 минуттан кейін зығыр кашысын ішеміз. Зығыр кашысында 1 стакан суға езіп ішіп аламыз. Завтрагымыз осылай біздің таңғы асымыз. Осы таңғы асты беретін бізге қорегіміз клетканың. Таңғы астан кейін түскі обедке дейінгі уақытта сағат 11:30-ға дейін тағы да қайталап су ішеміз. Дене салмағымыз қанша, мысалы әр адамда әртүрлі, сол салмағымызды 0,55-ке көбейтеміз. Сол кезде бізге 1 күндік суымыз шығады ішетін. Bir адамдарға 4 литр, бір адамдарға 3,5 литр солай шығады. Таңда ішкен 1 литрімізден қалған керек суымызды обедке дейін ішуімізге болады, 1 литрін. Обед болған кезде түскі аста тағы да мына екіншісін алып ішеміз, 1 стакан суға. 10 минуттан кейін мына зығыр кашысын езіп, тағы ішіп аламыз. Аралығында 10 минут болу керек. Обед ішіп болғаннан кейін, түскі астан кейін мына май ыдырататын өнімнен 2 талын алып, мынаның ішінде 2, бір-бірден осыны алып ауызға салып сорамыз. Тамаққа салып сорамыз. Болғаннан кейін, обед ішіп болғаннан кейін кешкі уақытқа дейінгі аралықта қалған манағы керек суымызды 2,5 литр ба, 3 литр ма, соны ұрттап ыстық түрінде ішіп аламыз. Кешкі уақытта тағы біз кешкі асымызды ішеміз. Кешкі асқа тағы да мынаны қайталаймыз. 1 стакан суға осыны езіп ішеміз, коллагенімізді. 10 минуттан кейін зығыр кашымызды езіп ішеміз. Болды. Осылай болғаннан кейін жатар уақытта қан тазалайтын өнімнен 1 талын алып тілдің астына салып жатамыз. Жатар алдында жарты сағат, 1 сағат бұрын ішіп аламыз осы өнімді. Осылай ішіп денсаулығыңызды нығайтыңыздар. Бұл ішіп жүрген кезде ешқандай күнделікті үйдегі тамақты ішпейміз, тек қана осы 1 апталық ағза тазалау өнімін ішеміз. Ағза тазалау өнімі бізге міне келіп тұрған коробкалар. Бұлар коробканың ішінде қан тазалайтын өнім бірінші тұрған, екінші тұрған берункан, мына өнім, үшінші тұрғаны май ыдыратқыш. Артық майды, артық шлактоксинді бойымыздан шығарады. Одан кейінгі мына 2 коробка тұрған біздің коллагеніміз пептидный, ағзаға пептид береді. Қандай қорек керек етеді, соны қоректендіріп тұрады біздің клеткамызды. Одан кейін қасындағы қоңыр коробка, бұл зығыр кашысы ішінде осындайдан тұрады, осындай. Бұл бізге 2 коробка болып келеді. 1 аптаға арналған өнім, ағза тазалау өнімі. Осыны ішіп алсаңыздар болады. Әрі салмағыңыз тастайсыз, сахар болып жүрген адамдар сахары кетеді, давление орнықтырады, аяқ қолы жүрісі жеңілдейді. Адамның жалпы ішкі ағзасы тазаланып, жүріс тұрысы бәрі өзгеріп қалыпқа келеді.